алтын балта. Ертеде бай мен кедей көрші болады. Кедей диірменге барса, байдың балтасын сұрап алды. Bir күні кедей диірменге барып, балтасын алып жатқан диірменге түсіріп алады. Ол диірменшіге балтамды алып бер дейді. Ол қолын диірменге салып, бір алтын балтаны алып шығады. Ол кедейден: "Мынау ма сенің балтаң?" деп сұрайды. Кедей: "Жоқ, бұл менің балтам емес" дейді. Диірменші қолын екінші рет салғанда, күміс балтаны алып шығады. Сонда диірменші оған: "Мынау ма сенің балтаң?" деп сұрайды. Кедей: "Жоқ, бұл да менің балтам емес" дейді. Сонда диірменші үшінші рет қолын салғанда, бір ағаш балтаны алып шығады. Ол кедейден: "Мынау ма сенің балтаң?" деп сұрайды. Сонда кедей: "Иә, осы менің балтам" дейді. Сонда диірменші: "Белің таза адам екенсің, сондықтан мына алтын балтаны ал" дейді. Ол үйіне барып, не болған айтып береді. Балтаны ағып жатқан диірменге қалай түсіргенін айтады. Бай кедейдің айтқан бәрін қайталап істейді. Ол балтасын суға түсіріп, диірменшіге "Балтамды алып бер" дейді. Сонда диірменші алтын балтаны алып шығады. Ол байдан: "Мынау ма сенің балтаң?" дейді. Сонда бай: "Менің балтам" дейді. Диірменші оған: "Өтірік айтпа, мынау сенің балтаң" деп ағаш балтасын алып береді.